Сәлем достар, бұл видеода мен мынадай сұраққа жауап бергім келіп отыр. Мастер китсіз установкалерімді алуға бола ма? Өзім самостоятельно деп сұраған сұрақтарға былай жауап бере аламын. Негізінде болады, және де қалай жасауға болады. Оның үш несі бар. Үш түрлі қалай өзгертуге болады подсознаниядағы установканы деген. Ол былай, ең бірінші адамға окружениесі әсер етеді, кімдермен общаться етті кішкентай кезінде, кімдермен қарым-қатынаста болды да. Ең бірінші әрине біздің ата-анамыз. Сол ата-анамыз бізге авторитет. Кім біздің өміріміздегі ең маңызды адамдардың бірі болса, мұғалім болсын, көршіңіз, әпкеңіз, ағаңыз, бір сондай авторитетті адам, соның ойлау қабілетін біз өзімізге сіңдіріп аламыз, күшті көріп тұрғасын, жақсы көріп тұрғасын, соны алып аламыз. Сол адамның ойы түйсігін, істеген қылықтарын, айтқан сөздерін ешқайыққа түсірмей, қағып алып, аузынан қағып алып отырамыз. Және де екіншісі ол және де келісеміз, сол адамдар не айтады, мысалға сол біздің авторитет, мамамыз болсын, папамыз болса, әпкеміз, атамыз бір нәрсе айтса, соған біз иә деп келісіп отырамыз, сол жазылып жатыр деген сөз. Егер сіздің авторитеттік адамыңыз ақша ол деген қиын нәрсе, табу қиын, ол деген қолдың кірі, біздің тұқымға ақша табу дұрыс жараспаған, тағы бір нәрсе деген нәрселерді айтып отыратын болса, сіз деп болды, тізіп жазып отырасыз да. Енді екінші нәрсе ол жаңағы фильмдермен, фильмдер. Онымен де адамның установкалары өзгереді, себебі ол жерде эмоция көтеріледі, ол жерде сіздің геройыңызды сіз өзіңіз ретінде қабылдайсыз да, бар жаныңызбен соған болысып отырасыз да. Енді естеріңізге түсіріңіздер, бұрында біздер сериалдар қарағанда қалай реагировать етеді біздің жандағы, мысалға әжелеріміз, біздің әпкелеріміз немесе мамаларымыз да. Ойбу, ана қыз не істеп қойды, білдім ғой, мен білдім, ой сұмырай, ой там комедия да, соның барлығын қарап тұрады да, адам кішкентай болған кезде сіз анаған деген геройыңыз жақсы көретін күшті қыз бен жігіттерді сериалдардағы өзіңізге ұқсастырып, сол сіздің жаңағы тоже бір жағынан герой сіздің авторитетіңіз болады да, и соның өткен жолдарын сіз өтесіз де, и соның түйген выводтарын сіз түйесіз де. Почему телевизорды, киноларды абайлап қарау керек, потому что все-таки ол біздің подсознаниемаға кіретін нәрселер, біздің сезімімізді задевать етсе болды. Бізге ұнап қалса бір кезде болды. Енді сол жерден алынған установкалар, мысалға бай әйел болсаң, сериалда обязательно бай әйел болады. Обязательно ол либо жалғыз жүреді, либо ол жаңағы күйеуі бар, бірақ күйеуі простушканы жақсы көреді. Сен жаңағыдай простушканың қандай күшті екенін, күйеуі жаңағы жауыз бай қатынның күйеуі қиналып жүр, ана қызға қосыла алмайды. Сол кезде сондай выводтардың бір керек емес выводтар жасайсыз да, установкалар. Нағыз махаббатты ештеңе тоқтатпайды. Бай әйелдер, бай адамдар жаман, бай адамдар тек қорлық қана көрсетеді, жақсы адамдарға қарапайым, кедей адамдар керемет. Даже Титаниктің өзін жылап қарайтын адам болған болсаңыз, Титаникті кімде бір қараса, индийский сериалдар, бразильский сериалдар, біздің тағдырымызға қалай әсер етіп жатыр. Оның өзі, мысалға, енді соны жазып алдыңыз ғой, енді өзіңіз ойлаңыз. Сіз жазып алдыңыз, бай жігітте бірнеше жаңағы не болады, не деп айтады, любовницалар да, ол обязательно. Сөйтіп жазып алдыңыз, сіз соған қатты сендіңіз. Енді сіздің өміріңізде миымыз біздің сөйтіп орналасқан, сөйтіп
жаралған, что ендігі нәрсесін өміріндегі сол іштегі установкамен шығып жатыр ғой, и постоянно соны подтверждать етіп көріп отырасыз да. Мен айттым ғой, мен білем ғой, конечно сондай болады. И кейінгі кішкентай кезіңіздегі қызығып қараған сериалдарыңыз, ладно, ол өтіп кетті, кейінгі фильмдер, сізге ұнайтын фильмдерді де сіз таңдайсыз, өзіңіздің установкаңызге байланысты таңдайсыз. Егер қайғылы, бір ішінде любовницалар туралы тағы бір нәрсе, кездеспей қалған махаббат, қиналған бір нәрсе, драма, солардың барлығын өзіңіз тартылып қалап қарайсыз да, себебі жаңағы ішіңіздегі программаны тағы да обновить етіп, тағы да подтверждать етіп не істеп отырасыз, нақтылап отырасыз да, освежать етіп отырасыз. Сол, потому что соны сіз шын екенін өзіңізге доказывать етіп, соны көріп, егерде басқа бір күшті, там, единорогтағы біреулерді или бір сказка сияқты бір нәрсені қойып қоятын болса, сізге сказкаға ұқсайтын мелодрамаларды қойса, сіз айтасыз, так не бывает, ондай болмайды. Ой, это вообще интересный фильм емес. Вот анандай фильм, где вот героиня так страдает деген болса, сол сізге қатты ұнап тұрады, потому что сіздің установкаңызға дәл келеді. И сіз өзіңіздің установкаңызды тапқан жерлерді, сондай жерлерді іздеп жүресіз, сондай жерлерде боласыз, сондай адамдарды көресіз сіздің алдыңызда. Егер сіз кәдімгідей сеп қалсаңыз, что байлар ол жаңа Титаникте әйелді ұратын адамдар, алдайтын адамдар, балаларын тастап кететін адам, вот жаңағыдай кедей жігіттер, олар қызық өмір сүреді, олар добрый, тағы бір нәрсе. И сіз өміріңізде көбіне сондай адамдардың арасында жүресіз, немесе жаңағы бай адамдарды бір көріп қалсаңыз, тек қана сондай бай адамдарды көріп отыратын боласыз да. Және де сөйтіп қабылдағасын, сіз ол адамдардан алшақ жүресіз, ойланбайсыз, ол адам может вообще өтірік айтпайтын адам шығар, нет, бірақ сіз соны сондай программа болғасын, сіз сөйтіп қабылдап отырасыз да, ол адамды. Не айтса да сенбей. Сосын көбіне кітаптар, көбіне кітаптарда да герой бар, кітаптың басынан бастап оқып, геройдың өткен өмірін, сол геройдың өткен жағдайларының барлығынан өзіңізге ұқсастырып, сол кісімен бірге өтесіз да. И жаңа кітаптың бәрін бітіргенше қаншама эмоция көтеріледі, қаншама установка тоже жасайсыз, ой түйсік түйесіз, осындай болса мындай болуы мүмкін, мен ойламаппын, мындай болса мындай болуы мүмкін, дұрыс деп сеніп, соны қабылдап қойсаңыз, установкалар жазыла береді. Ол сіздің қандай кітап оқисыз, соған байланысты. Вот. Кітаптарда көбіне сосын кітаптарды таңдап дұрыстап қарағаныңыз жөн, қандай установкалар сізге береді. Сосын көбіне бір программаңызды өзгерткіңіз келсе, әрине сіз күшті бір кітаптарды, ақша туралы болсын программаңызды, сондай арнайы сондай кітаптар сатып алып, сол туралы оқығаныңыз дұрыс болады да. Алдын ала өзіңізді қорғап, подсознанияңызды қорғап, жауапкершілік алып, олай да болады. Ол бірақ көп уақыт алады, бірақ өзгерту мүмкін. Сосын өмірде бір установкаңызды өзгерту үшін көп уақыт өтеді. Ол бір жыл бола ма, 2 жыл, 10 жыл бола ма, 5 жыл бола ма, бір жарты жыл бола ма да, сіз білмейсіз. Және айтқым келгені, көбіне жаңағыдай адамдар, жетістікке жеткісі келетін адамдар, жетістікке жеткен адамдардың биографиясын оқып бастайды да. Қалай ойлайсыздар, ояқтан қандай установкалар алады? Да, кейбір кездерде биографиясы бір күшті, жеңіл, жақсы, жетістікке жеткен адамдар, көбіне биографияны оқысаңыз, сол жаңағы жетістікке жеткен адамдар өтпегені жоқ, көрмегені жоқ, әбден мында сатылып, анда болып, мында болып, барлық жаман нәрсенің бәрін көріп, через жизнь трансформациясын өтіп, өзінің жетістігіне өзі қол жеткізген адамның оқиғасын оқып отырасыз да, сіз өзіңізге не істейсіз? Установка істейсіз. Мен де осындай керемет адам болу керек болсам, дейсіз де, жаңа қанша биография оқып шықтыңыз, сонша биографияның адамдардың жаңағы өткен жолын өзіңізге жазып отырасыз да, и соларды өтесіз. Так что бұл жерде өте абай болу керек.
Енді сериалдар самый такой өзімнің басынан өткесін көп жерде мен сол сериалдардың сол кішкентай кезімде деп қараған жерлерінің бәрін өшіріп шаршадым ғой, не болса. Вот, және де енді мен сізден сұрағым келген, авторитетті адамдар, сіздің маңызды өміріңізге қатты әсер еткен мұғалімдер, сондай адамдарды кінәламаңыздар. Ең бірінші просто болды, мысалы сериалдар, сол сериалдарды неге қарадым емес, болды, жаздым, қазір өзгертем, біліп тұрмын ғой қай жақтан келгенін, біліп тұрмын. Ол кісі кінәлі емес, ол сериал кінәлі емес, мен өзім кезінде сондай бір сезімге шалдығып, соны просто жаздым да. Мен ол кезде білген жоқпын басқаша ойлауға болатын деген сияқты. Ешкімді кінәламайсыз, өзіңізді де кінәламайсыз, просто как факт ретінде мен подсознаниемде осы бар деп мойындайсыз, болды. Содан ары қарата ауыстырасыз. Немен? Мастер-китпен. Енді қараңыз, өзіңіз установка убежденияларды подсознаниядағы қалай аудару самый оңай түрі кітап емес, кино емес, сериал емес, неше түрлі биографиялар, неше түрлі айналаңыздағы адамдар, авторитетті, жетістікке жеткен адамдар емес, сізді күштілеп тұрып тез өзгертетін 20-30 минуттың ішінде трансформациямен өзіңіз оған көмектесетін құрал мастер-кит. Потому что мастер-китте сіз прям кіресіз де жаңағы есіктен, тура қазір нені өзгерткіңіз келіп тұр, соны өзгертесіз де. Конкретика бар да и эффективно. 30-40 минуттың ішінде сіз нені өзгертіп жатсыз, қай сфераны өзгертіп жатсыз, соны біліп отырасыз да. Точно кірдің, өзгерттің, шықтың. Ал кітаптарда қандай кітап, ол қалай бұрылып кетеді ол оқиға. Киноны да көрсеңіз, мысалы қазір мен күшті махаббатқа сенгіш керемет мелодрамаларды қараймын десеңіз де, ол мелодрама, ол күшті махаббатқа жету үшін де неше түрлі оқиғалардан өткізеді ғой геройды. Сол үшін сіз тағы да аяқ астынан бір выводтар жасап, установканы кіргізіп алуыңыз мүмкін. Сондықтан мен сіздерге мастер-китті әрине алыңыз, оқыңыз, қараңыз, сатып алыңыз деген кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Кездескенше.